Саламатсыз ба? Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі 2-ші бөлім. Бұл жолы 24 сұрақ болады және бақылау тестімен аяқтаймыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Мемлекеттік қызметші қоғамдық орындарда адамгершілікке нұқсан келтіретін масаң күйде болу жағдайларына жол бермеуге тиіс. Бұл қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады. Мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Қызметтен тыс уақытта мемлекеттік қызметші қарапайым болуға, тиісті көрсетілетін қызметтерді алу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын баса көрсетпеуге және пайдаланбауға тиіс. Мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Мемлекеттік қызметші өз тарапынан заңнама талаптарын бұзуға және басқа азаматтарды құқыққа қарсы әрекеттерді жасауға тартуға жол бермеуге тиіс. Бұл талапта қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады. Енді әріптестермен қызметтік қарым-қатынас кезіндегі стандарттарға көшеміз. Әріптестермен қызметтік қарым-қатынас кезінде ұжымда іскерлік және тілектестік өзара қарым-қатынасты орнату мен нығайтуға ықпал етуге міндетті. Мемлекеттік қызметшілер әріптестермен қызметтік қарым-қатынас кезінде басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызметтік әдеп нормаларын бұзудың жолын кесуге міндетті. Бұл да әріптестермен қызметтік қарым-қатынас стандарттарына жатады. Әріптестермен қызметтік қарым-қатынас талаптарының тағы бірі мемлекеттік қызметші ұжымда әріптестерінің қасиеттерін талқылаудан аулақ болуға міндетті. Мемлекеттік қызметшілер әріптестерімен қызметтік қарым-қатынас кезінде әріптестерінің өз лауазымдық міндеттерін орындауына кедергі келтіретін әрекеттерге немесе әрекетсіздікке жол бермеуге міндетті. Ендігі кезекте басшылар. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде
Басшы өзінің мінез-құлқы мен бейтараптықтың, әділдіктің, риясыздықтың, жеке тұлғаның ар-намысы мен абыройына құрметпен қараудың үлгісі болуға тиіс. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде басшыларға қойылатын талаптардың тағы бірі басшылар меритократия қағидаттарын сақтауды қамтамасыз етуге, кадр мәселелерін шешу кезінде туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша артықшылық көрсетпеуге тиіс. Меритократия деп отқанымыз тегіне, ауқаттылығына қарамай ең қабілетті адамдарды басқарушы лауазымдарға тағайындау. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде қызметшілердің қызметінің нәтижелерін бағалау, көтермелеу және жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік танытуға тиіс. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде басшыларға қойылатын тағы бір талап басшылар еңбекті, денсаулықты қорғауға, тиімді қызмет ету үшін жағдай жасауға, қолайлы моральды-психологиялық ахуалды қалыптастыруға бағытталған шараларды қабылдауға тиіс. Басшыларға қойылатын келесі талап басшылар қызметтік емес сипаттағы мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік дәрежесін пайдаланбауға тиіс. Басшыларға қойылатын келесі талап басшылар құқыққа қарсы жат қылықтарды жасауға мәжбүрлемеуге тиіс. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде басшылар қарамағындағы қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік қадір қасиетін қорлау, әдепсіздік және орынсыз мінез-құлыққа жол бермеуі тиіс. Ендігі кезектегі сұрақтар төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптарға қатысты болады. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер басшылардың тапсырмаларын орындау кезінде тек объективті және шынайы мәліметтерді ұсынуға тиіс. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілерге қойылатын тағы бір талап
Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер әдеп нормаларының бұзу жағдайлары және теріс қылықтар туралы басшылыққа және әдеп жөніндегі уәкілге дереу хабарлауға тиіс. Келесі талап: төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер басшының заңды тапсырмаларын орындауға кедергі келтіретін әрекеттерді немесе әрекетсіздікті болдырмауға тиіс. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілерге қойылатын соңғы талап: төмен тұрған лауазымдардағы қызметкерлер басшылыққа қатысты жеке берілгендікке, пайда және артықшылықтар алуға ұмтылуға жол бермеуге тиіс. Мемлекеттік орган қызметінің мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеуді кім жүзеге асырады? Көпшілік алдында сөйлеуді мемлекеттік органның басшысы немесе бұған уәкілеттік берген лауазымды адамдар жүзеге асырады. Мемлекеттік қызметшілер пікірсайысты қалай жүргізуге тиіс? Пікірсайысты мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтірмей, сыпайы нысанда жүргізуге тиіс. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік саясат және қызметі мәселелері жөніндегі өз пікірін көпшілік алдында білдіруіне болмайды. Егер ол бұл жерде барлық жауаптарда дұрыс. Егер ол мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарына сәйкес келмесе, жариялауға рұқсат етілмеген қызметтік ақпаратты ашатын болса, мемлекеттің лауазымды адамдарының, мемлекеттік басқару органдарының, басқа да мемлекеттік қызметшілердің атына әдепке жат сөздер айтудан тұрса, өз пікірін көпшілік алдында білдіруіне болмайды. Қандай мәселелер бойынша мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органның атынан жарияланымдарына жол берілмейді? Мемлекеттік саясатты жүргізумен мемлекеттік органның және мемлекеттік қызметшілердің қызметімен байланысты емес мәселелер бойынша мемлекеттік органның атынан жарияланым жасауға жол берілмейді. Мемлекеттік қызметші педагогикалық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызмет бойынша материалдар жариялауды қалай жүзеге асыра алады? Мемлекеттік қызметші мұндай материалдарды жеке тұлға ретінде тек өз атынан жүзеге асыра алады.
Және соңғы 24-ші сұрақ: мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық көріністерін жасаған деп көпшілік алдында негізсіз айып тағылған жағдайда ол не істеуі тиіс? Мұндай жағдайда мемлекеттік қызметші теріске шығару шараларын қолдануға тиіс. Ол үшін 1 ай мерзім беріледі. Осымен екінші курстың 24 сұрағы аяқталды. Жоспарға сәйкес бақылау тестіне көшейік. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде Үшінші нұсқа дұрыс. Басшылар меритократия қағидаттарын сақтауды қамтамасыз етуге, кадр мәселелерін шешу кезінде туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша артықшылық көрсетпеуге тиіс. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер Екінші нұсқа дұрыс. Басшылыққа қатысты жеке берілгендікке пайда және артықшылықтар алуға ұмтылуға жол бермеуге тиіс. Мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық көріністерін жасаған деп көпшілік алдында негізсіз айып тағылған жағдайда ол не істеуі тиіс? Үшінші нұсқа дұрыс. 1 ай мерзімде теріске шығару шараларын қолдануға тиіс. Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер Төртінші нұсқа дұрыс. Басшының заңды тапсырмаларын орындауға кедергі келтіретін әрекеттерді немесе әрекетсіздікті болдырмауға тиіс. Қандай жарияланымдарға жол берілмейді? Төртінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік саясатты жүргізумен мемлекеттік органның және мемлекеттік қызметшілердің қызметімен байланысты емес мәселелер бойынша мемлекеттік органның атынан жарияланымдарға жол берілмейді. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынасы кезінде
Екінші нұсқа дұрыс. Олардың қызметінің нәтижелерін бағалау, көтермелеу және жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік танытуға тиіс. Мемлекеттік қызметшілер әріптестерімен қызметтік қарым-қатынасы кезінде екінші нұсқа дұрыс. Басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызметтік әдеп нормаларын бұзудың жолын кесуге міндетті. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде төртінші нұсқа дұрыс. Басшылар құқыққа қарсы жат қылықтарды жасауға мәжбүрлемеуге тиіс. Мемлекеттік қызметші педагогикалық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызмет бойынша материалдар жариялауды қалай жүзеге асыра алады? Екінші нұсқа дұрыс. Жеке тұлға ретінде тек өз атынан жүзеге асыра алады. Мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Екінші нұсқа дұрыс. Қызметтен тыс уақытта қарапайым болу, тиісті көрсетілетін қызметтерді алу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын баса көрсетпеу және пайдаланбау. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде бірінші нұсқа дұрыс. Басшылар еңбекті, денсаулықты қорғауға, тиімді қызмет ету үшін жағдай жасауға, қолайлы моральды-психологиялық ахуалды қалыптастыруға бағытталған шаралар қабылдауға тиіс. Әдеп кодексіне сәйкес, төмен тұрған лауазымды атқаратын мемлекеттік қызметшілер Екінші нұсқа дұрыс. Әдеп нормаларының бұзу жағдайлары және теріс қылықтар туралы басшылыққа және әдеп жөніндегі уәкілге дереу хабарлауға тиіс. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде бірінші нұсқа дұрыс. Басшылар қызметтік емес сипаттағы мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік дәрежесін пайдаланбауға тиіс.
Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер Үшінші нұсқа дұрыс. Басшылардың тапсырмаларын орындау кезінде тек объективті және шынайы мәліметтерді ұсынуға тиіс. Мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Үшінші нұсқа дұрыс. Қызметтен тыс уақытта мемлекеттік қызметші өз тарапынан заңнама талаптарын бұзуға және басқа азаматтарды құқыққа қарсы әрекеттерді жасауға тартуға жол бермеуге тиіс. Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде Төртінші нұсқа дұрыс. Басшылар өзінің мінез-құлқымен бейтараптықтың, әділдіктің, риясыздықтың, жеке тұлғаның ар-намысы мен абыройына құрметпен қараудың үлгісі болуға тиіс. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік саясат және қызметі мәселелері жөніндегі өз пікірін көпшілік алдында білдіруіне болмайды, егер ол Төртінші нұсқа. Бұл сұрақтың барлық жауаптары да дұрыс. Мемлекеттік қызметшілер әріптестерімен қызметтік қарым-қатынасы кезінде Бірінші нұсқа дұрыс. Ұжымда әріптестерінің қасиеттерін талқылаудан аулақ болуға міндетті. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік орган қызметінің мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеуді кім жүзеге асырады? Үшінші нұсқа дұрыс. Көпшілік алдында сөйлеуді мемлекеттік органның басшысы немесе бұған уәкілеттік берілген лауазымды адамдары жүзеге асырады. Қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде Төртінші нұсқа дұрыс. Басшылар қарамағындағы қызметшілерге қатысты негізсіз айыптауларға дөрекілік қадір-қасиетін қорлау, әдепсіздік және орынсыз мінез-құлыққа жол бермеуге тиіс.
Мемлекеттік қызметшілер әріптестерімен қызметтік қарым-қатынасы кезінде екінші нұсқа дұрыс. Ұжымда іскерлік және тілектестік өзара қарым-қатынасты орнату мен нығайтуға ықпал етуге міндетті. Мемлекеттік қызметшілер пікірсайысты қалай жүргізуге тиіс? Екінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік қызметшілер пікірсайысты мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтірмей, сыпайы нысанда жүргізуге тиіс. Мемлекеттік қызметшілер әріптестерімен қызметтік қарым-қатынас кезінде Үшінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік қызметшілер әріптестерінің өз лауазымдық міндеттерін орындауына кедергі келтіретін әрекеттерге жол бермеуге міндетті. Әдеп кодексіне сәйкес, мына талаптардың қайсысы қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттарына жатады? Төртінші нұсқа дұрыс. Қызметтен тыс уақытта қоғамдық орындарда адамгершілікке нұқсан келтіретін масаң күйде болу жағдайларына жол бермеу. Әдеп кодексі бойынша оқу курсы аяқталды. Мен сізді құттықтаймын. Басқа сабақтарда кездескенше сау болыңыз.